күн сәбізден кекс пісіретін боламыз. Алдын ала менің каналыма тіркеліп, қоңырау шамы басып қойыңыздар. Жұмыртқаны саламыз. Қантты салып, жақсылап араластырамыз. Сүйік майымызды құямыз. Unumuzu salamız. Қопсытқыш. Ванилин. Bir қалыпты масса болғанша араластырамыз. Апельсиннің қабы, сәбіз, үгітілген грек жаңғағы. Формамызға пергамент қағазын саламыз, болмаса майласақ та болады. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 170 градусқа 45 минутта пісіріп аламыз. Осылайша ұрамыз ішіндегі ауасын кетіру үшін. Кексіміз пісті. Піскенін зубочисткамен тексеріп көреміз. Егер біздің зубочисткамыз құрғақ болса, онда пісті деген. Суытуға қоямыз. Суығаннан соң барып формасынан ажыратамыз. Қант ұнтағын шашамыз. Өте жұмсақ, жасалу жолы оңай әрі дәмді осындай сәбізден кексіміз. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар,